әңгімелесейік. Қалай болған? Қалай болды досым? Bir сәтте ұтылдық та қалдық қой. Айттым саған бармайық деп. Бүйтіп ұтылып қалатынымызды білгенде өзім де бармас едім. Үйдегілерге айтам, рұқсатым болды ғой. Мен досыммын. Қалай ойлаймыз? Қалғандары ойнамады. Демек, оларға бөлінбейді. Сен неге бізді ойға шақырмадың? Сендердің маған керектегілерің болған жоқ. Қалайша? Біз бір топ емеспіз бе? Ол адамды бірінші мен ертпеген жоқпын ба? Я, сен ертіп келдің. Бірақ ойында мен ұттым. Ерқанат, сенгі дұрыс емес. Мына Олжанды теңдей бөлеміз, немесе егесіне қайтарып береміз. Ей! Сен мені тыңдамайсың ба? Ей! Ерқанат, отыр. Ерқанат, енді біз сенен бір топта емеспіз. Сен бұл жолда қалсаң қала бер. Біз адал жолға көшеміз. Ал бұл Олжаға егесіне қайтарып береміз. Жетіңдер, қарыңдар. Жігіттер, Сенмен ба? Рахмет сізге көп. Енді жоламаңдар. Онсыз да жоламайым. Бұрынғы достарыма барып спортпен айналсам. Мен де сенмен барсам бола ма? Иә, әрине болады. Қандай спорт? Мен де барам. Онда мен де барам. Бірақ ертең. мені ұмытпаңдар. Кеттік ендеше. Бізден жарысқа Заңғар баратын болды. Қалғандар ренжімейсін деген үміттемін. Бәрі әділ түрде өтті. Рахмет көп. Мен баратын белгіледі. Негізі мен баратын ем. Әттең, сәл қалып. Мен айтсаңдыз, қала қатты жүгірдім. Я, білем. Бәрінде лайықтысыңдар жарысқа баруға. Бірақ бұл жолы Заңғардың жолы болып кетті. Достар, кешіріңдер. Я, кешіреміз. Достар, сендермен тағы да дайындалсам бола ма? Иә, болатын шығар. Я, әрине болады. Айта қуаныштымыз. Қасыма достарымды ертіп келдім. Менің атым Еркін. Менің атым Мирас. Менің атым Нұртас. Танысқанымызға қуаныштымыз. Бүгіннен бастап жаттығу жасай берсеңдер болады. Бірінші жаттығу бір орында жүгіреміз. Тоқтаймыз. Келесі жаттығу белімізді айналдырамыз. Тоқтаймыз. Келесі жаттығу отырып тұрамыз.